Сәлем баршаңызға, сіздерге бір жасағаннан шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астынан көре аласыздар. Ең алдымен кремін жасап аламыз. Газымызды жағып, ыдысымызды қойып, сүт, қант, жұмыртқа, кукурузный крахмалымызды салып, бәрін венчикпен араластырамыз, қою болғанша. Жай отта осылай массамыз қоюланғанша араластырып тұрамыз. Астын сөндіріп, бетін салафанмен жауып қоя тұрамыз, ауа кірмейтіндей қылып. Одан кейін біз құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, ағарғанша миксерлеп аламыз. Әбден ағарғаннан кейін сүтімізді, сұйық майымызды құйып, өлшенген ұнымызды ситоның көмегімен және разрыхителімізді салып, массамызға қосамыз. Одан кейін миндаль ұнын салдым, немесе миндальдың өзін блендердің көмегімен уатып, ішіне салуға болады. Бәрін миксерлеп, біріккенше араластырдым. Әбден араласқаннан кейін формамызды дайындаймыз. Формамыз биік болған жақсы. Мен 22-лік форма пайдаландым. Жаңағы қоспамызды үстіне құйып, тегістеп шығамыз. Тегістеп шыққаннан кейін жаңағы креміміздің үстіндегі салафанын алып, оны осындай кондитерлік мешокқа салып, жаңағы массамыздың үстіне осылай әдемілеп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қойып, 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Осылай қағазын алып, суытып, столымызға қоямыз. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің балдарыма қатты ұнады. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.